Саламатсыздар ма? Мен Нұржанова Рима Жігерқызы, Алмұрызбаева атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің география пәні мұғалімі, педагог модератор. Бүгінгі педагогикалық идея фестиваліне алып келген тақырыбым оқушылардың ғылыми жобаға қызығушылығын тудыру. Жалпы менің бала күнімде бір үлкен арман болатын. Бұл арман қазіргі таңда орындалды. Қандай арман деп ойлауыңыз мүмкін? Әрине, бұл менің ұстаз болу арманым. Жалпы өзім мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде ғылыми жобаларға көп қатысқан болатынмын. Сол кезде менде бір үлкен арман пайда болды. Яғни мен де болашақта ұстаз болып, менің оқушыларым осындай ғылыми жобалардан бой көрсетсе деген сондай бір арманым болатын. Бұл арманым қазіргі таңда орындалды. Яғни қазіргі таңда менің оқушыларым әртүрлі ғылыми жобалардың жүлдегері, қатысушысы болып жүр. Жалпы мына суретте не көріп тұрсыздар? Бұл біздің ауданымыздың 7 кереметі. Бұл суретті не үшін шығарып тұр деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл сурет, яғни ауданымыздың 7 кереметі болғандықтан, қазіргі таңда менің оқушыларым осы ауданымыздың 7 кереметін зерттеу үстінде. Ол туралы сіздерге қазір нақты айтып кететін болам. Артынан мысал келтіріп, look at nature әдісі. Яғни бұл әдіс қазіргі таңда өзімнің оқушыларды дайындау кезіндегі қолданып жүрген әдісім десем де болады. Бұл әдіс негізінен бұл кім, бұл не, қалай, қайда деген сұрақтарды қамтиды. Бұл әдісті мен қазіргі таңда өзім оқушыларыма қолданып жүрмін. Бұл әдістің бір ерекшелігі look at nature деген, яғни қазақ тіліне аударғанда табиғатқа үнін назар аудар деген мағынаны білдіреді. Яғни мен өзім жалпы географ маман болғандықтан, негізінен табиғатпен, қоршаған ортамен, қоғаммен, өлкемен тығыз байланыстамыз. Сондықтан да біздің көбіне ғылыми жобаларымыздың тақырыбы осы өлкетану бағытында, географиялық, қоршаған ортаны зерттеу мақсатында жүріп жатыр. Сондықтан да мен оқушыларыма ғылыми жоба таңдара алдым. Ең алдымен айтам, сенің өзіңнің қандай қызығатын тақырыбың бар? Жалпы сен қоршаған ортаға үніп қарашы, табиғатқа. Қандай бір ерекшелік көріп тұрсың? Қарапайым қардың жауғанның өзі де, немесе ауаның өзі де, топырақты барлығына қарап көрші, сен табиғатқа назар аударып көрші. Сол кезде сенің бір қызығушылығың оянуы мүмкін. Белгілі бір тақырыпқа деген секілді, ең алдымен мен оқушыға табиғатқа назар аударуға ең бірінші шақырамын. Бұл жалпы әдістердің негізінде ғылыми жоба жазар кезде оқушыда отаншылдық, білімге құштарлық, еңбекқорлық секілді ұлттық құндылықтар пайда болады. Осы ұлттық құндылықтар арқылы оқушының бойында жалпы ғылыми жобаға деген қызығушылық, еңбекқорлық, отансүйгіштік пайда болады десем де болады. Яғни бұл суретте көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде Шыңғыс Айтматовтың балалық шақ кітабы тұр. Бұл кітап не үшін тұр деп те тағы ойлауыңыз мүмкін. Өйткені талап қыл артық білуге, артық білім кітапта деген сөз бар. Мен сонымен қатар бұл суретте оқушымның да суретін бірге шығарып қойдым. Бұл оқушым қазіргі таңда әртүрлі облыстық, аудандық жарыстардың жеңімпазы ғылыми жобалардан. Бұл оқушым жалпы кітапқа деген сондай ерекше бір махаббатпен қарайтын оқушылардың бірі. Сондықтан да мен бұл оқушымның тақырып таңдауға деген қызығушылығын ояту үшін осы Шыңғыс Айтматовтың балалық шақ атты шығармасын оқып көруге кеңес берген болатынмын. Бұл шығарманың басты ерекшелігі, яғни Шыңғыс Айтматовтың өзінің туған өлкесі, Қырғыз өлкесі туралы, оның әдемілігі, тау-тасы, асылдырап аққан бұлағы, бұл шығармада негізінен туған жерге деген махаббат берілген. Сондықтан да мен бұл оқушыма Шыңғыс Айтматовтың балалық шақ кітабын оқуға кеңес бердім. Осы кітапты оқи отырып, бұл оқушымда жалпы туған өлкеге деген қызығушылық пайда болды. Содан кейін барып оқушым маған, апай, мен туған жерімді зерттегім келеді деген қызығушылығы туындап, біздер манағы айтқан 7 кереметімізді зерттеп бастап кеткен болатынбыз. Соның ішінде яғни Еділбай соры, қазіргі таңда Шағала аралы 7 кереметіміз, соларды зерттеп жатырған жайымыз бар. Жалпы оқушының ғылыми жобаға деген қызығушылығын арттыратын мен тағы да басқа да әдістерді қолданам. Сол әдістердің бірі оқушының зерттеушілік дағдыларын дамыту. Яғни мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, мана оқушым Еділбай сорына барып, ол аймақтың сорының құрамын барлығын зерттеп, салыстырып, сондай жұмыстар жасаған болатын. Сонымен қатар іс тәжірибе
тәжірибе жасау әдісі бұл да бір оқушының қызығушылығын оятатын әдістердің бірі. Осы ғылыми жобаларды жазу барысында, зерттеу барысында көзбен көру арқылы менің оқушымда ғылыми жобаға деген үлкен бір қызығушылық оянып, қазіргі таңда одан әрі жарыстарға қатысуға өзінің қызығушылығын білдіруде. Бұл біздің қазіргі таңдағы зерттеп жатырған ғылыми жобамыз деуге болады. Бұл жобаға да оқушымызбен аяқтай барып, қазіргі таңда химиялық құрамын, жалпы сапалық құрамын, сордың қасиеттерін зерттеп жатырған жайымыз бар. Бұл суреттерде, яғни қазіргі таңда зерттеп жатырған Арал төбе соры, Шағала аралында орналасқан, және де Еділбай соры. Бұл жалпы оқушының ғылыми жобаға деген қызығушылығын арттыру үшін оқушы ол нәрсені көзбен көріп, қолмен ұстағанда ғана оқушыда қызығушылық пайда болады. Сондықтан да оқушым осы жақтарға барып келген болатын. Сонымен қатар оқушының тағы да бір ғылыми жобаға қызығушылығын тудыратын себептердің бірі бұл ғылыми қоғамдастықтармен жаңағы қарым-қатынас құру, әртүрлі университеттерге бару, өлкетану музейлеріне бару. Соның ішінде біздер жаңағы оқушым ғылыми жоба қорғау үшін Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне барған болатын. Бұнда да ғылыми жобалар байқауы болды. Сол кезде оқушының одан әрі ғылымға деген, білімге деген қызығушылығы артып, отансүйгіштік қасиеті дами бастады. Сол кезден бастап та оқушым жалпы әлі күнге дейін бұл жарыстарға баруды мақсат етіп отыр. Яғни жалпы ғылым, білім бұл қазіргі заманның талабы. Сондықтан да оқушыларды ғылым мен біліммен айналысуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.